Bir нәрсе батты ма? Иә, ұстаз батты. Оны алғандар да өкінеді, алмағандар да өкінеді. Ұстаз, барлығымыз шаршадық ұстаз. Кішкене рұқсат болса, кішкене демалып алсақ, осында. Ұстаз. Рұқсат ұстаз. Рұқсат болса. Онда осы жерден біраз тынығып алайық. Келіңдер. Ұстаз, менің бір сұрағым бар еді. Иә. Осы адамның адамгершілігін қай кезеңдерде білуге болады? Ұстаз. Бұны екі дүниенің сардары болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үш жағдайда адамның адами қасиетін байқауға болатындығын айтқан. Егер бір адамды жетік танығың келсе, ол адаммен сапарға шық дейді. Сапарға шығып жол машақаты кезіккен кезде сен адамды жақсы тани аласың. Екінші, ол адаммен көрші болып көр дейді. Үшінші, ол адаммен сауда жасас дейді. Демек, ортада дүние жүрген кезде сен ол адамды жақсы тани аласың. Адамның адами қасиетінде осы үш жағдайда білуге болады екен. Ал енді бағанағы аяқтарыңа батқан затты алғандарың бар ма? Мәссаған! Әні гауһардасың. Ой, мынау гауһар ғой. Қараңдар. Ұстаз, бізге де айтсаңыз болмай ма, баған алар едік қой. $100 едік қой, ұстаз. Қазір алмағандарың өкініп отырсыңдар. Алғандарың тағы да алғанда ғой деп өкініп отырсыңдар. Бұл ақыреттің бір мысалы сияқты. Қалай сонда ұстаз? Мысалға, жәннатқа кірмегендер өкінеді. Тіпті жәннатқа кіргендер де өкінетін болады. Жәннатқа кірмегендері шіркін-ай, 2 ракағат болғанда да намаз оқысақ қой. Тым болмаса қолымыздағы бар дүниеден садақа бергенімізде біз де жәннатқа кірер едік деп өкінетін болады. Ал жәннатқа кіргендері болса, бұдан да артық Аллах тағала неске алғанымызда, құлшылығымызды бұдан да артқанымызда, бұдан да биік дәрежелерде жәннаттың төрінде болар едік деп өкінетін болады екен. Ұстаз, сонда жәннатта адамдар дәрежеге бөліне ма? Әлбетте бөлінеді. Егер жәннаттың дәрежесі болмаса, Аллах тағала Құранда 8 жәннатты жараттым деп айтар ма еді? Ол жерде Алланың бір сүйікті құлдары Фирдаус жәннатына кірсе, бірі Әр-Райян есігінен кіреді. Бір құлдары Алланың салих жақсы көрген құлдарымен көрші болса, енді бірі пайғамбарлармен де көрші болады. Ұстаз, сонда жәннатта пайғамбарлармен де көрші болатындар бар ма? Әлбетте болады. Бұған Алланың елшісі Мұса алейхиссаламды мысалға келтірсек болады. Мұса пайғамбар бір күні, «Я Раббым, менің жәннаттағы көршім кім болады, көрсетші» деп сұраған еді. Сол кезде Аллах тағала қарапайым ғана бір базарда отырған етікшіні нұсқайды. Мұса алейхиссалам ол етікшіні іздеп келеді. Менің жәннатта көршім болатындай, ол қандай артық ізгі амал жасады екен деп базарға іздеп келіп, сол етікшінің әрбір істеген қимылына қарап отырады. Кеш батқанша қарайды. Бірақ ешқандай артық амалы жоқ. Тек қана адамдардың етігін жамаумен ғана айналысады. Кеш батып үйіне қайтатын кезде Мұса алейхиссалам етікшіге келіп, «Бүгін сенің құдай қонағың болайын. Үйіңе түнеп шығайын» деп өтініш қылып, етікшімен бірге жолға шығады. Етікші жолдан бір құты сүт сатып алады, біраз бал сатып алады. Мұса пайғамбар ойлайды, бұны маған бола сатып алып жатқан шығар. Үйіне барған соң қонағын құрметтейін деп. Бірақ үйіне келгеннен кейін етікші қонағын отырғызып қойып, бір қартайып, қалжыраған кейуана әжені жуындырып, жаңағы әкелген сүтіне бал қосып ішкізеді. Жаңағы кейуана күбірлеп бір нәрселерді сөйлеп жатады. Мұса алейхиссалам кейін, «Бұл кім?» деп сұрайды. Жаңағы етікші, «Бұл менің анам» дейді. Ол не сөйлеп жатыр дегенде, ол Аллах тағалаға дұға қылып жатыр. «Я Раббым, менің баламның жасап жатқан артық ғибадат құлшылығы да жоқ. Оның садақа беруге артық дүниесі де жоқ. Ол тек қана мені мәпелеп қарап жатыр.
оны қияметте Мұса менен көрші қылшы деп сұрап жатыр дейді. Қараңдаршы, анасының жасаған бір дұғасы себебінен қарапайым ғана бір етікші Алланың бір сүйікті пайғамбарыменен көрші болып жатыр. Ал енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның хадисін білмеуші ме едіңдер? Кімде кімнің қолында қартайған ата-анасы бола тұрып, оны сыйлап, құрметтеп, жәннатқа кіре алмаған бала мұрнымен жер сүйресін деді емес пе? Бір күні пайғамбарымыз сахабалармен отырған кезде сахабалары сұрады: "Ей Алланың елшісі, бізге ең бір жақсы, ең бір ізгі амалды үйретші" деген еді. Пайғамбарымыз оларға: "Ең ізгі амал уақытында оқылған намаз, және ата-аналарыңа жақсылық жасауларың" деп айтқан. Олай болса, сендер де ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар. Себебі ата-аналарың сендердің жәннаттарыңның кілті. Жәннаттарыңның кілтін бұл дүниеде жоғалтып алмаңдар. Ал балалар, біраз демалған болсақ, тыныққан болсаңдар, жолымызды жалғастырайық. Жарайды ұстаз. Бисмилля. Алла тағала Құран-ы Каримде намаздың парыз екендігін айтса, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қияметтің күнінде ең бірінші сұралатын нәрсе намаз дейді. Адам сол намаздың сұрағынан сүрінбесе, қалған сұрақтарынан сүрінбейді. Намаздың сұрағынан сүрінсе, қалған сұрақтар қиындай түседі деген.